Amardın aylıtını, kevdemesіңдір көк шөптің түтіні. Болу керек еді мен бір күні болса, жүргенімде бір күліп, күйдіріп алма қолыңды. Ыстық болады жүрек, ұмытпасаң жолыңды. Айналаң зұлымды, бірақ көрсетпе жүзіңді мұңды. Білекті бірді, білімді мұңды тексе, сөздеріме менің, мен сені алдамаймын. Бұл ғажайып әлемнің өлеңі тоқтамайды. Қара көздеріме қара, сөздерімді тыңдашы. Сенің жалғыз анашың, көріп сені толғайды. Үйде, 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 қанша жылдар созбасын, бәрібір керек асығыңа қорғасын. Неліктен жалғыз қаламын деп қорқасын. Бар ғой сенің отбасын. Үйде ең әдемі көбелек, қалдыруы мүмкін жүрегіңді өкпеле. Айтқан шығар біреу өкпеңді көп төкпе деп бекер. Сол адаммен бол көбірек тексер. Мәтінін бұл өлеңнің, мен сені алдамаймын. 100 мың жылдық әлемнің жүрегі тоқтамайды. Қара көздеріме қара, бірдем алып тыңдашы. Сенің алма ағашың ешқашан қартаймайды. Үйде, 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 боламын бұлбұлдай бір күйде. Мамырдың айлы-түні, кеудемесіңдір көк шөптің түтіні. Болу керек еді мен бір күні болса, жүргенімде бір күліп. Біз география және тарих кафедрасының студенттері осы орта ғасырлық тарихи объектілерге келіп, көзбен көріп жатырмыз. 100 рет оқығанша бір рет көр демекші. Бүгін осы тарихи объектілердің бәрін көріп көзайым болып жатырмыз. Осындай мүмкіндік берген үшін Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтына үлкен алғыс айтамыз.